Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Қазақ тілінен сіздерде қазірден дайындықты бастасаңыздар, ең максималды жоғарғы ұпайларды алуға сіздерде мүмкіндік бар. Яғни 35 сұрақтан 43 пен 45 балл аралығындағы ең максималды ұпайларды ала аласыздар. Оған себеп ретінде қазақ тілі мен әдебиетті салыстыратын болсақ, қазақ тілінің әдебиеттен ерекшелігі ол жерде барлық тақырыптар, айтылатын ережелер, барлық грамматикасы негізінен тұрақты болып келеді, ешбір өзгермейді. Сіздер 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін өткен барлық қазақ тілінің лексика, грамматикасы сіздердің барлық осы өткен тақырыптарыңыз ешбір өзгеріссіз тұрады. Ал әдебиетте мысалы әрбір 3-4 жылда бағдарлама ауысатын болса, әрбір 3-4 жылда жаңа кітаптар шығатын болса, ол кітапқа енгізілетін шығармалар әр кезде ауысып отыруы мүмкін. Сондықтан сіздер 11-ші сыныпқа келгенде бұрын өткен тақырыптарыңыз емес, жаңа бағдарлама бойынша тест тапсырасыздар. Сол жағынан келген кезде сіздерге қазақ тілінен дайындықты басынан ертерек бастап, негізгі базаны толық меңгеріп, толық білімдеріңізді толықтырып, және база қалыптастырып, барлық тест сұрақтарына дұрыс жауап беру арқылы ең жоғарғы баллдарды алуға сіздерде үлкен мүмкіндіктер бар. Сонымен біз бүгін сіздерде қазақ тілінің салалары деген тақырыптан бастаймыз. Ең бірінші сіздерге айтқым келетіні, қазақ тілінен толық 100% балл алу үшін сіздерге қазақ тілінің 3 негізгі саласын толық меңгеру қажет. Ол бізде қазақ тілінен фонетика, лексика және грамматика. Фонетика түсінікті, ол бізде дыбыстардан, әрбір тілдің өзінің бастапқы негізі дыбыстардан басталады. Одан кейін лексика сөздерді зерттеу, сөздердің мағынасына қарай бөлу, одан кейін сөз тіркесі, сөздердің құрамы, сөйлем құрау, грамматика өз ішінен грамматиканы өз ішінен тағы да 2 қосымша салаға бөліп, ары қарай тереңдетіп қарастыратын боламыз. Сіздерге толық 100% барлық сұраққа дұрыс жауап бергілеріңіз келсе, онда осы қазақ тілінен 3 саланы толықтай сіздерге меңгеріп шығу қажет. Келесі, бүгін біз сіздермен фонетика саласын бастайтын боламыз. Фонетика саласына қатысты терминдерді осы сабақты көру барысында міндетті түрде конспектілеп жазып отырыңыздар. Фонетикаға бірінші бізде дыбыс, буын, үндестік заңы, тасымал, екпін, орфоэпия және орфография деген ұғымдар кіреді. Осы терминдердің барлығы біздің фонетика саласының негізгі терминдері. Бір қараған кезде сіздерге көрінуі мүмкін, бұл оңай ғой, бұл жерде бір үйренетін қатты бір шатасатын қиын тақырыптар болуы мүмкін емес деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ кейбір қателіктер дәл осы үндестік заңы тақырыбына келген кезде көп оқушыларда шатасу болып жатады. Және сіздерде бұл алғашқы өткен, сонау бастауыш сыныптан бастап 5-ші сыныптарда өткен тақырып болғандықтан, көпшілігіңіз бұл тақырыптарды ұмытып қалған боларсыздар. Бұған мен енді толық сенімдімін. Ары қарай бізде келесі лексика саласы, бұл сала бізде сөздердің мағынасын, жалпы қолданыстағы сөздерді және қолдану аясы шектеулі сөздерді қарастырады. Бұл салаға жеткен кезде, бұл менің ойымша қазақ тілінің ең бір оңай саласы, бұл жерде қатты бір қиналатын тақырыптар болмайды. Ары қарай грамматика өз ішінен бізге морфология және синтаксис деген үлкен салаға бөлінеді, және бұл екеуі де осы қазақ тілінің ең күрделі саласы. Сіздерге осы 2 тақырыпты жақсылап түсініп меңгеру қажет болады. Морфология бізде сөздің құрамын және қосымшаларды және сөз таптарын жекелеп қарастырады. Бұл жердегі қиындық сөз таптарына келген кезде болуы мүмкін, өйткені әрбір сөз табының өз ішінен бөлінетін түрлері бар, құрамына қарай, тұлғасына қарай, мағынасына қарай, және әрқайсысының өзін жасайтын жұрнақтары бар. Соның бәрін сіздерге еске сақтап, осылардың барлығын меңгеру қажет болады. Ары қарай синтаксис ең бір күрделі сала. Бұл жерде біз сөз тіркестерінен бастап, ары қарай сөйлемнің барлық мүшелерін қарастыратын боламыз, және сөйлемнің түрлерін және пунктуация, стилистика деген өте бір күрделі тақырыптарға көшеміз. Сіздерге жай шолу ретінде осы 3 саланың әрқайсысы нені қарастыратындығын
көрсетіп өттім. Енді бізде ары қарай фонетика саласы. Бүгінгі біздің өтетін тақырып фонетика. Фонетика сіздердің енді сонау бастауыштан бері қарастырған кезеңдеріңіз. Сіздер ең бірінші әріп тануды, жазуды осы саладан бастадыңыздар. Әріпті жазып, оның қалай дыбысталатындығын, одан кейін дыбыстар бірігіп келіп буын құрайтын, буыннан келіп біз сөзді шығаратынымызды осы фонетика арқылы үйрендік. Кез келген білімнің базасы, кез келген тілдің басталуы осы фонетикадан басталады. Фонетика бізде тіл білімінің дыбыстық жағын зерттейтін сала. Бұл жерде дыбыстардың жасалу, айтылу, естілу, буын, екпін, интонация мәселелерін қарастырады. Ары қарай бізде дыбыс ол фонетиканың өзінің ең бір кіші бөлігі, ең кішкене ары қарай бөлшектеуге келмейтін бөлік. Дыбысты біз айтамыз және оны естиміз. Ары қарай әріп ол оның жазбаша таңбасы. Қазақ тіліндегі жалпы дыбыстар санын біз 37 деп қарастырамыз. Бұны да жазып алсаңыздар болады. Сабақты көру барысында өздеріңізге қажет деп тапқан мәліметтерді видеоны тоқтатып отырып жазып алыңыздар. Және дыбыстарды білеміз, бұрыннан белгілі екі топқа бөлеміз: дауысты дыбыстар және дауысты дыбыстар. Және барлық оқулықтарда ең алғашқы әліппелерде де осы дауысты дыбыстарды қызыл түспен, дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгілеу бұрыннан қалыптасып қалған, және біздің санамызда да солай қалып қойған. Және бізде осы дауысты сөздің құрамында неше дауысты болса, сонша буын болады деген ережеде сол кезеңнен ойымызда қалып қойған. Дауысты дыбыстар несімен ерекшеленеді? Ол жерде біз сөйлеген кезде, яғни дыбыстаған кезде ауа дауыс шымылдығынан кедергісіз еркін шығуынан пайда болған дыбыстар. Өздеріңіз тәжірибе ретінде үйде отырған кезде айнаның алдына келіп дауысты дыбыстарды және дауыссыз дыбыстарды кезекпе-кезек дауыстап көріңіздер. Бұл практика сіздерге алдағы уақытта ықпалдарды бір-бірінен ажыратуға өте жақсы септігін тигізеді. Шынымен де біз а дегенде, ә дегенде ешқандай да бір кедергісіз ауаны толтырып алып, бұл дыбыстарды бір ұзақ уақытқа дейін дауыстап тұра аламыз. Осымен ерекшеленеді. Жалпы дауысты дыбыстар қазақ тіліндегі осы көріп отырғандарыңыздай, бірақ оның ішінде әрине әрбір тілдің өзіне тән ғана дыбыстары болады. Қазақ тілінің өзінің спецификалық дыбыстары ретінде, дауысты дыбыстар ретінде ә, ө, о және дыбыстарын айтамыз. Яғни бұл дыбыстар басқа тілдерде, барлық тілде демеймін, енді басқа Еуропа елдерінің тілдерінде, басқа түптен шығатын тілдерде жоқ. Жалпы түркі халықтарының көпшілігінде бұл дыбыстар бар. Сондықтан біз бұл дыбыстарды өзіміздің тілімізге тән дауыстылар деп айтамыз. Ары қарай дауысты дыбыстарды біз қалай жіктейтінімізді, осыны біз жатқа білу керекпіз. Негізі қазақ тілінің бір оңай жері, бізде барлық терминдерді қазақ тіліне аударған ғалым Ахмет Байтұрсынұлы болатын. Сол кісінің өте жеңіл түрде бізге қазақ тілінің де, әдебиеттің де барлық терминдерін қазақшалап бергеннің нәтижесінде бізге бұларды жаттаудың қажеті жоқ. Сіздерге осы жерде осы бір лайфхакпен бөліскім келеді. Кез келген қазақ тіліндегі терминнің өзінің қазақша терминнің мағынасына қараңыздар. Сол мағынадан сіздер тестте қажетті дұрыс ақпаратты таба аласыздар. Мысалы, қараңыздар, тілдің қатысына қарай. Тілдің қатысына қарай дауысты дыбыстар бізде жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Жуан деп өзі аты айтып тұрғандай, дауысты дыбысты дыбыстаған кезде ол жуан түрде естіледі. А, о дегенде жуан естіледі. Ал жіңішке оған, яғни қарама-қарсы. А болса, ә бізде жіңішке, о болса, ө жіңішке. О болса, ү жіңішке, және о болса, ү жіңішке. Және сыңары жоқ, бізде қалады е дыбысы, ол жіңішке. Осылайша сыңарымен жаттасаңыздар болады, жуан жіңішке деп дыбыстап отырып. Не болмаса өзінің атауынан және оны дыбыстап көру арқылы сіздер ажырата аласыздар. Ары қарай бізде жақтың ашылуына қарай, яғни өзі айтып тұрғандай, жағымыздың ашылуына қарай. Не ашық болады, не қысаң болады. Ашық дауыстыларды біз дыбыстаған кезде жағымыз барынша ашылады. Яғни а, о,
е, ө. Ал қысаң дауыстыларды біз өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер, біз жағымызды ашпай-ақ біз оларды дыбыстай аламыз. Яғни деген кезде жағымыз ашылмаса да біз ол дыбыстарды шығара аламыз. Осымен ерекшеленеді. Яғни бұл терминнің өзінің атауына қараймыз және оның қалай дыбысталатынын атауынан-ақ білуге болады. Яғни бұны жаттап, қиналып керек емес. Еріннің қатысына қарай дауыстылар бізде еріндік және езулік болып бөлінеді. Яғни бұл жерде де сөздің терминнің өзінің мағынасына қарайсыздар. Еріндік, яғни ерін. Бұл дауыстыларды дыбыстаған кезде бізде ерініміз алға қарай шошайып шығу керек. О, ө, у деген секілді. Ал езулік өзі айтып тұрғанда езу, яғни біздің езуіміз артқа қарай тартылуы керек. Бұл дауыстыларды дыбыстағанда. Мысалы, а, ә, е, о деген секілді. Егер де тестте сіздерде осындай дыбыстардың араласып келген немесе барлық дауыстының барлық түрі қатысқан сөзді көрсет деген секілді тапсырма келсе, сіздер міндетті түрде әрбір дауысты дыбысқа тоқталып, қай осы берілген жүктелуіне қарай қай түріне жататынын сіздер табу керексіздер. Оны табу үшін еріндік дауыстылар қайсы еді, мен жаттап едім деп қиналудың қажеті жоқ. Бірден еріндік па, демек ерін алға шығу керек. Езулікті дыбыстағанда езуіміз артқа тартылу керек деп бірден сіздер атауынан ақтабасыздар. Дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстарға келгенде дауыстылардан бұлар ерекшеленеді, өйткені сөйлегенде ауа өкпеден кедергімен шығады. Яғни сіздер дауысты дыбыстарды айтқан секілді ұзақ айтып тұра алмайсыздар. Ол кезде бізде өкпеде ауа бітіп қалады. Яғни б, п, т, с, н дегенде бізде ауа бітіп қалады. Біз а деген сияқты созып тұра алмаймыз. Осымен бізде ерекшеленеді. Жалпы қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстар осы. Қ, ғ, ың және х деген жиһаз, хат, жиһаз, айдаһар деген сөздерде келетін өзімізге тән х дыбысы. Осы дауыссыз дыбыстар, ал олар өз ішінен бізде 3 топқа жіктеледі. Қатаң, ұяң, үнді. Бұл жерде де қатты қиналатын ештеңе жоқ. Бұны қалай жаттаймыз? Қатаң дауыссыздар өзі ат айтып тұрғандай бізге қатаң естіледі. Яғни ол жерде ешқандай үн болмайды. Бірден бұл жерде бізде ауа бітіп қалады. Яғни қатаң түрде п, ф, к, қ. Яғни өзі дыбыстар қатаң дыбысталады. Ұяң дауыссыздарға келгенде бұл бізде алфавит реттілігі бойынша тұр. Яғни сіздер алфавитті жатқа білесіздер деп ойлаймын. Алфавитті жатқа білмесеңіздер, қайтадан қарап жаттап алыңыздар, өйткені тесттен мынадай сұрақтар келуі мүмкін. Мысалы, алфавиттің осыншасыншы, мысалы 5-ші әрібі, немесе 24-ші әрібі деген сияқты сұрақтар келіп қалуы мүмкін. Және егер алфавитті жатқа білетін болсаңыздар, ұяң дауыссыздарды бірден есте сақтап қаласыздар. Өйткені бұлар алфавит реттілігі бойынша орналасқан, яғни б, в, г, г, д, ж, з. Бұлар алфавитте де осы реттілікпен тұр. Ал үнді дауыссыздардың қатаңнан айырмашылығы және не үшін үнді деп аталады? Себебі оларда белгілі бір үн бар. Яғни дауысты дыбыстарда ғана үн болады деп айттық қой, олар ғана бізде ұзақ ауаның кедергісіз шығуымен ұзақ дыбыстай аламыз. Сол секілді дауыссыз дыбыстардың осы категориясында үнді дауыссыздарда үн кішкене болсын үн естіледі. Яғни басқа дыбыстармен салыстырғанда біз оларды бір сәл ұзағырақтау айта аламыз. Үн бар болғандықтан біз оларды үнді деп атаймыз. Яғни м, н, л, р дегеннің өзін біз ұзақ дыбыстап тұра аламыз. Осымен ерекшеленеді. Егер бұл ерекшеліктерімен байланыстырып жаттай алмаймын десеңіздер, онда міндетті түрде жекелеп тұрып жаттап алуларыңыз керек. Бірақ бұл өтілген тақырып болғандықтан жай ғана қайталай салсаңыздар естеріңізге түседі деп үміттенемін. Ары қарай бізде буын. Буын деген бізде дыбыстық топқа жіктелген сөз ағымының шағын мүшесі. Яғни бұл ереженің де қажеті жоқ. Өзі ат айтып тұрғандай буын. Буын енді ағаштың буындары болады, адамның дене бөліктерінде буындары болады. Яғни әрбір дене мүшемізді бір-бірімен байланыстырып тұратын жерлерді буын дейміз, иә. Демек, сөзде де тура солай, сөздің бір сөзді алсақ, соны бір-бірімен байланыстырып, ішіндегі дыбыстарды байланыстырып тұратын жіктерін буын деп атаймыз. Бұл да бізде фонетикалық бөлшек болып табылады дыбыстан кейінгі.
Енді буынның түрлерін еске түсірейік. Буынның 3 түрі бар: ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Қарасаңыздар, бізде бірдей айтылатын терминдер қазақ тілінде жиі кездеседі. Бағана бізде дауысты дыбыстардың түрін қарастырған кезде ашық дауысты деген болды. Ашық қысаң деп бөлдік, жақтың ашылуына қарай дедік. Енді бізде ашық буын деген термин бар. Осы екеуін шатастырмаймыз. Кейде бізде оқушыларда болады, біліп тұрған сұрақтан қате жіберіп қоятын кездер болады. Ашық деген сол бір-екі жерде де кездесетін термин болған үшін ашық дауыстыны сұрап тұрса, ол мысалы ашық буын кездесетін сөзді белгілеп жіберуі мүмкін. Сол үшін бір-бірінен айырмашылығын ұмытпай есте сақтаймыз. Ашық буын бізде несімен ерекшеленеді? Тағы да бізде атауына қараймыз. Не үшін ашық деп аталады? Бізде дауысты дыбыстар бар, дауыссыз дыбыстар бар. Сөздің буыны дауысты, дауыссыз дыбыстардың әртүрлі келуінен, немесе бірінен соң бірі кезекпе-кезек келуінен бізде буындар құралады, ары қарай буыннан сөз шығады. Бізде дауысты дыбыстан құралады, немесе бір ғана, немесе дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталған буынды біз ашық буын дейміз. Бұны мен сіздерге былай көрсеткім келеді. Мына жерде қызыл дөңгелек ол дауысты дыбыс, көк дөңгелек ол дауыссыз дыбыс. Яғни сөзде буын осы үлгі бойынша тұратын болса, бұны да видеоны тоқтатып, дәптерлеріңізге жазып, дәл осылай бояп қойсаңыздар болады. Өйткені бізде иллюстративті түрде берілген, сурет арқылы берілген ақпараттар біздің миымызда жақсы сақталады. Бұл жерде бірінші вариант қызыл түсті бір ғана дауысты дыбыс, немесе екінші вариант дауыссыз, сосын барып дауысты. Яғни соған тура келетін мысалдар астында берілген. Аға дегенде, бала дегенде, шағала дегенде, яғни ашық дауысты дыбысқа орын ашық. Ешкім бұл сөздерді дыбыстағанда біз ары қарай ұзақ созып та айта аламыз. Бала, шағала деген секілді бізде ешқандай кедергі жоқ. Сол үшін бұл ашық буын деп аталады. Ары қарай бізде тұйық буын дауысты дыбыстан басталады да, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Ашық буынға қарама қарсы келеді. Өз аты айтып тұрғандай, соңғы жағы тұйықталады деген сөз. Оны біз былай белгілейміз. Қызыл бізде дауысты, көк бізде дауыссыз. Яғни айт, ат, өрт, ант деген сияқты сөздер бізде тұйық буынға жатады. Ары қарай бітеу буын. Яғни өз айтып тұр, сіздер бітеу дегенде естеріңізге не түседі? Мысалы біз айтамыз, наушник тағып алған балаға құлағыңды бітеп алыпсың деп айтамыз. Яғни ол жерде екі жағынан да бітеліп тұр. Екі жағынан да дауыссыз дыбыс орналасқан, ортасында дауысты дыбыс деген сөз. Осындай сөздің өзінің терминнің атауынан-ақ сіздер ережесін жатқа білмесеңіздер де сөздің ішінен буынға бөлу арқылы таба аласыздар. Оны мен былай белгіледім: көк, қызыл, көк. Яғни қант, тарт, гүл, жолдастық. Яғни дауыссыз, ортасында дауысты. Яғни екі жағынан бітеліп тұр. Дауысты дыбыстың шығатын жері жоқ. Келесі бізде қарастыратын маңызды тақырыптардың бірі үндестік заңы. Үндестік деген өзі сөзді бастан аяқ біркелкі әуезбен айту. Қазақ тілінің бір ерекшелігі, сөздің барлығы осындай біркелкі әуезге түседі. Үндестік заңына бағынады. Барлық сөздер, тіліміздегі өзіміздің төл сөздеріміздің барлығы осы үндестік заңына бағынады. Ал егер де ол үндестік заңына бағынбайтын сөздерді кездестірген болсаңыздар, ол сөздер бізде өзге тілден енген кірме сөздер, не болмаса термин сөздер деген сияқты өзімізге жатпайтын, бұрын тілімізге еніп кеткен сөздер болып табылады. Бірақ ол сөздердің өзі уақыт өте келе біздің тіліміздің ереже заңдылығына бағынып кеткен. Негізінен үндестік заңы екіге бөлінеді: буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Егер де сіздер бұрын 5-6 сыныптарда сөздерге фонетикалық талдау жасаған болсаңыздар, негізі осындай талдаулар сіздердің қазақ тілінен базаларыңызды, фундаменттеріңізді қалыптастыруға жақсы көмегін тигізеді. Бірақ қазіргі программа бойынша көп мектеп оқушылары талдауларды, яғни фонетикалық, лексикалық, синтаксистік талдауларды бұрынғыдай жасамайды.
қазіргі білім беру мақсаты өзгергендіктен біз ережеге қатты көңіл бөлмейміз. Сонысы негізі кішкене бір кемшілік болып табылады. Ары қарай бізде үндестік заңын буын, дыбыс үндестігі деп екіге бөлдік. Егер оны кезінде 5-6 сынып оқыған кезде сіздер түсінбей қалған болсаңыздар, бұл тақырыптарды ары қарай бұл бойынша тест сұрақтарына жауап беру қиын болады. Бізге кез келген білімнің базасы түсінуден тұрады. Сіздерге осы тақырыпты бірінші түсіну керек. Буын үндестігі деген басқаша сингармонизм заңы деп айтады. Сингармонизм, яғни түбірі гармония деген сөзден шыққан, яғни гармония үйлесімділік. Бұл бізде сөздегі, сөз бен қосымшалардағы дауыстылардың не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үндесуі. Яғни буын үндестігі дегенді жазып жатсаңыздар осы жерді, қасына сингармонизм деген сөздің астына міндетті түрде дауысты дыбыс деп жазып қойыңыздар. Буын үндестігі дауысты дыбыстарға қатысты. Яғни сөздің құрамында дауыстылар бірыңғай жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшаның құрамындағы дауысты да жіңішке болады. Мысалы, кілем, дер. Кілем жіңішке, дер да жіңішке, кілем дар деп айтпаймыз. Балалар, бала жуан, лар да жуан, бала лер деп айтпаймыз. Өйткені біздің тілімізде олай айтуға икемделмеген. Яғни біз үндесіп сөйлеуге үйреніп қалғанбыз. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар болады. Бұл кез келген тілде бір исключение деген болады ғой. Мысалы, ағылшын тілінде де бір ереже болса, сол ережеге бағынбайтын бір-екі сөздер болады. Сол секілді қазақ тілінде де буын үндестігіне бағынбайтын көмектес септігінің жалғауы бар. Мысалы, көмектес септігі бізде мен, бен, пен деген жалғаулар болса, біз оны кез келген жуан буынды болсын, жіңішке буынды болсын сөздерге солай жалғаймыз. Өйткені бұлар буын үндестігіне бағынбайды. Баламен, қонақпен деген секілді жуан болса да жіңішке, бәріне бірдей жіңішке жалғаймыз. Келесі бізде нікі, тай, тал, дар, еке, тар деген секілді бізде қосымшалар бар. Бұларды да жазып алыңыздар міндетті түрде. Бұлар енді бізде әкетай, баланікі, сезімтал деген секілді осындай сөздерге жалғанатта ол бізде қате болып саналмайды. Өйткені өзі буын үндестігіне бағынбайды. Келесі бізде бей, би, кер, гер, қор, паз, қой, кеш, хана, кес деген қосымшалар. Мысалы, әсемпаз, емхана, айыпкер, өнерпаз. Бұл қосымшалардың кейбіреулері бізде өзге тілдерден енген қосымшалар болғандықтан да біздің тілімізде буын үндестігіне бағынбайды. Және соңғысы, әрине ол біздің фамилияны жазған кезде соңынан қосылатын ов, ова, ев, ева, ин, ина, яғни орыстардан келген тегін жазудағы қосымшалар. Мысалы, Әуезов деген мысал берілген. Келесі дыбыс үндестігі бізде несімен ерекшеленеді? Бұл жерде сөз бен қосымшаның жігінде немесе сөз бен сөздің аралығында дауыссыз дыбыстар бірін-бірі өзіне ұқсатады. Яғни бағана біз буын үндестігіне қатысты айтқан кезде оны біз дауысты дыбыстарға қатысты дедік. Енді дыбыс үндестігі бізде дауыссыз дыбыстарға қатысты. Бұл жерге де жазып қойыңыздар міндетті түрде. Дыбыс үндестігі дауыссыз дыбыстарға қатысты. Буын үндестігі мен дыбыс үндестігінің басты айырмашылығы осында. Мысал ретінде қаздар, түбірі қазы ұяңға аяқталса, оның жалғанатын қосымшада ұяңнан басталады, д әрпінен басталады. Яғни біз қазтар деп айта алмаймыз, қатаңнан басталатын қосымшаны жалғай алмаймыз. Немесе керісінше есептер, п деген қатаңға аяқталса, оның жалғанатын қосымшада қатаңнан басталады, т-дан. Біз есептер деп айта алмаймыз. Дыбыс үндестігі бізде өз ішінен үшке бөлінеді: ілгерінді ықпал, кейінді ықпал және тоғыспалы ықпал. Осы үш ықпалды бір-бірінен ажыратуды, қалай сөздің ішінен табуды сіздерге толықтай түсініп алу қажет. Өйткені бұл күрделі тақырыптардың бірі. Ілгерінді ықпал, бұл өзі атайып тұрғандай ілгері қарай жүреді. Яғни көрші дыбыс, алғашқы дыбыс өзінен кейін тұрған дыбысты өзіне ұқсатады. Мысалы, тастан, жазға, адамнан, бұл жерде
тас деген сөзде с дыбысы бізде қатаң болғандықтан оған жалғанатын қосымша қатаңнан басталады, иә? С, яғни өзіне жалғанатын қосымшаны өзі қатаң болғаннан кейін оның да қатаң болуын талап етеді. Яғни сол үшін ол оған ықпал етеді. Тастан. Біз тасдан деп айта алмаймыз. Немесе жазға, біз жазға деп айта алмаймыз. Яғни з тұрғандықтан біз оған ғыны жалғаймыз. Келесі, оны қандай жерлерде енді мына жердегі мысалдар сіздерге оңай секілді көрінуі мүмкін, бұл тестте келсе тауып алу оңай деп. Ал енді оның ескерілетін өзінің бір орындары бар. Біріншісі, сөздің соңғы дыбысы дауысты немесе үнді не яң болса, оған жалғанатын қосымша алғашқы дыбысы үнді немесе яң дауысы да басталады. Бұл қазақ тіліндегі өзгермейтін ереже. Терезе болса, оған жалғанатын дауыстыға аяқталып тұрса, ол үндіден басталады. Яңға аяқталып тұрса, яңнан басталады. Сөздің соңғы дыбысы қатаң болса, оған жалғанатын дауысыдан бірінші басталатын қосымшаның бірінші дыбысы да қатаң болу керек. Бұл да өзгермейтін ереже. Кітаптар, оқулықтар. Енді мына жерге сіздерге мән беру керек. Өйткені бұл жазған кезде қатты байқалмайды. Бірақ сіздер бұны тек дыбыстау арқылы ғана табасыздар. Мысалы, сөз бен қосымшаның арасында кездеседі ықпал, ілгерінді ықпал. Яғни қашса. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, бұл жерде қатты бір қиналатын нәрсе жоқ. Қаш деген түбірі, ш деген бізде қатаң, демек оған жалғанатын сыда, са деген ол да қатаңнан болады. Бірақ бұл жердегі ілгерінді ықпал бұдан көрініс бермейді, бұдан ғана көрініс бермейді. Оны бізге дыбыстап көру керек. Қашса, қашса. Яғни көп айта берген сайын с деген дыбыстың біз қатты естімейміз. Яғни с бізде ш-ға айналып кетеді. Сол себепті де біз бұны ілгерінді ықпал дейміз. Ш өзінен кейін тұрған с дыбысын өзіне ұқсатып тұрады. Не болмаса біріккен сөздерде кездеседі. Көзқарас, яғни дұрыс жазылуы көзқарас, бірақ біз көзқарас деп айтпаймыз. Егер солай айтатын болсақ, жалпы қазақ тілінде сөйлейтін адам ретінде олай айтып тұрсақ, бұл қате болады. Дыбысталуы, айтылуы қате болады. З дыбысы тұрғандықтан келесі сөзде қ қатаң бізде ұяңданады. Көзқарас. Егер осындай тестте сөздер келетін болса, сіздерге оның барлығын дыбыстау керек. Өйткені бір қарағаннан оның бәрі көріне бермейді. Дыбыстап, қай жерде дыбыс өзгеріп тұр, қай дыбыс оны өзгертіп тұрған дыбыстау арқылы ғана сіздер тауып аласыздар. Тіркескен сөздерде келеді. Мысалы, ала кел дегенде, ала кел деп айтпаймыз. А дыбысының әсерінен к бізде г дыбысына ауысады. Қос сөздерде мысалы құрбы құрдас, яғни дыбысы тұрғандықтан біз одан кейінгі дыбысты ұяң қылып айтамыз. Немесе екі сөздің арасында да кездеседі. Ақбалық деген сияқты. Ақбалық. Өздеріңіз айтып, ерекшелікті тыңдап көріңіздер. Ақбалық. Біз б деген дыбысты ол жерде естімейміз. Б бізде п дыбысына айналып кетеді. Оның барлығы осы ілгерінді ықпалдың нәтижесінде. Келесі кейінді ықпал, ол ілгерінді ықпалдан несімен ерекшеленеді? Ол өзі айтып тұрғандай, ілгерінді ықпалды біз былай алға қарай стрелкамен белгілесек, кейінді ықпалда ол керісінше артқа қарай. Яғни соңғы дыбыс өзінің алдында тұрған дыбысты өзіне әсер етеді. Яғни қазақ тілінде мұндайда ықпал кездеседі. Оған мысал ретінде біз теп, жап деген сияқты етістіктерге біз көсемшенің жұрнағын жалғайтын болсақ, оның ішіндегі дыбыс өзгереді. Не болмаса, сабақ деген сөзге, зат есімдерге, біз қатаңға аяқталатын зат есімдерге біз тәуелдік жалғауын жалғайтын болсақ, ол жерде де өзгеріс болады. Мысалы, қай жерлерде оны біз ескеру керекпіз. Соңғы дыбыс сөз қатаң қ, к, п деген дыбыстарға аяқталып, және оған жалғанатын қосымша бізде дауысты дыбыс болса, онда ол қатаң дыбыстардың барлығы бізде ұяңға айналады. Яғни қ-мыз ғ-ға айналады, к-мыз г-ға айналады, және п дыбысы б дыбысына айналады. Бұл жерде ең жарқын мысал ол тәуелдік жалғауы. Яғни аяқ, оның аяғы десек, қ дыбысы бізде аяқы деп айтпаймыз, оны ұяңдаймыз. Неге? Өйткені бұл жердегі негізгі біз қ дыбысын ғ-ға айналдырып тұрған себебіміз
ол жерде тәуелдік жалғауын жалғап тұрғандықтан, яғни бұл жерде ең басты мүше бізде тәуелдік жалғауы болып тұр. Ілгеріндік ықпалдарды керісінше болды, иә? Сөздің өзі қандай дыбысқа аяқталса, оған жалғанатын қосымша соған қарай өзгеретін болса, өйткені ол ілгеріндік ықпал ғой. Ал мына жерде керісінше сөздің түбірінің соңғы дыбысы жалғанатын қосымшаға қарай соның ығына жығылып өзгеріп тұр. Күрек, күрегі, доп, добы деген сияқты. Және жаңа айтып өткендей, көсемшенің үп деген жұрнақтары егер де п дыбысына аяқталған сөзге жалғанатын болса, онда оны біз теп дегенді тебіп, жап дегенді жабып деп айтпаймыз, ол у дыбысына ауысады. Бұны да біз көсемшенің жалғанып тұрғаны үшін біз ауыстырып тұрмыз. Яғни бұл көсемшенің әсерінен, жұрнағының әсерінен алдыңғы дыбыстың жалпы сөздің түбірінің соңғы дыбысын өзгертеміз. Сол үшін бұл бізде кейінді ықпал болады. Және тағы басқа бізде бағанағы көрсеткен мысалдағыдай түбір мен қосымшаның арасында да кездеседі. Яғни басшы дегенде басшы бағана бізде басқа мысал болды, иә? Қазір сіздерге артқа келіп ерекшелігін көрейік. Бізде қашса деген болды. Түбірі шыға аяқталғандықтан, одан кейінгі дыбысты біз шыға айналдырып айтсақ, қашша. Ал кейінді ықпалда біз керісінше басшы, яғни с, бұл жерде не байқаймыз? С дыбысы ш дыбысына қарағанда сәл бәсеңдеу айтылады, және соның ығына жығылып тұрады екен. Сол себепті де біз мына жерде кейінді ықпал дейміз. Ш дыбысы болғаны үшін с дыбысын біз шыға айналдырып айтамыз, яғни басшы деп айтпаймыз, басшы дейміз. Кейін ол бізде тіркесті сөздерде де кездеседі. Мысалы 15 дегенде н бізде м-ға айналады, өйткені б деген бізде ұяң дауыссыз тұр. Яғни 15 деп айтқан кезде өзі естіледі сіздерге. Ол үшін практика жасап, әрбір сөзді дыбыстап, ерекшелікті байқап отыру керек. Екі сөз арасында да келеді. Мысалы ағылақ дегенде біз ақ деген сөзді ғы қылып айтамыз, өйткені одан кейін л-дан басталатын сөз тұрғандықтан. Л-ның әсерінен бізде қ өзгеріске ұшырап тұрғандықтан біз оны кейінді ықпал деп стрелканы былай артқа қарай жібереміз. Және бізде тоғыспалы ықпал бар, бұл қатты жиі кездесе бермейді, бірақ тестта сіздерге келіп қалуы мүмкін. Бұл жерде екі дыбыстың екеуі де бір-біріне қатар әсер етеді. Яғни екі жақтан да екі дыбыс бірін-бірі өзгертіп тұрады. Мысалы, бұл екі жерде көрініс береді. Бұның өзінің бір белгілі бір формуласы десек те болады. С және ж дыбыстары қатар келсе, екеуі де ш ретінде айтылады. Дос жан деп біз айтпаймыз, досжан дейміз, иә? Тас жол деп айтпаймыз, тас жол дейміз. Егер де олай айту үшін бізге сәл кідіру керек. Ал қазақ тілінің заңдылығында өзінің орфоэпиялық нормалары бар, орфографиялық нормалары бар. Дұрыс жазылуы осылай, дұрыс айтылуы осылай дейміз. Келесі формуласы ол н және к дыбыстары бірігіп келіп, ың және г дыбысын берсе, н және қ дыбысы қосылып, ың және г дыбысын береді. Мысалы, есен келді деген сөйлемде біз бұлай тоқтамай айтатын болсақ, ың және г дыбыстарын естиміз. Есен келді. Жеңғұл дегенде жеңғұл деп естиміз. Дұрыс айтылуы бойынша осылай. Сол себепті бұл жерде тоғыспалы ықпал деп айталамыз. Және жаңа ғана мен айтып өттім сіздерге орфография, орфоэпия. Жаңағы жердегі мысалды да біз осыған жатқызсақ болады. Жаңағы есен келді, ол орфография, дұрыс жазылуы, есен келді, ол бізде дұрыс айтылуы. Яғни басқа тілде орфоэпияны транскрипциясы деп те айтып жатады. Яғни дұрыс айтылуы, сөздердің дұрыс айтылуы. Және орфография, сөздердің дұрыс жазылуы. Енді біз бүгінгі сабақта фонетиканы толық өтіп біттік. Сіздер осы тақырыптарды толық түсініп алсаңыздар, әсіресе жаңағы ықпалдарды толық түсінсеңіздер, фонетикадан сіздерге қатты қиындық болмайды. Дауысты және дауыссыз дыбыстардың әрқайсысының жіктелуін сіздерге жатқа білу керек. Жатқа білмесеңіздер де оның терминнің мағынасын түсіну арқылы таба алатындай сондай деңгейде түсіну керек сіздерге. Келесі, қазақ тілінен
әдебиетке қарағанда бұл жерде дайындық үшін сіздердің білімдеріңізді бекітіп отыру үшін осындай тест арқылы ғана дайындық жүргізе аламыз. Мысалы, әдебиеттен сіздер көркем шығарманы оқып, оны талдап, жазып, кейіпкерлердің бәрін жазып, солай есте сақтасаңыздар, ал қазақ тілінде тек қана сіздерге тест көмектесе алады. Сол үшін бір-екі тестті сіздермен бірге талдап көрейік. Бірінші сұрақта сіздерге ілгерінді ықпалды көрсетіп берілген, яғни алға қарай берілген ықпал. Мысалы, қарайық, Шайтанкөл деген нұсқада жаңа ғана тоғыспалы ықпалды айттық, н және к бірігіп келіп, ң-ны береді. Сол үшін бұны сызып тастаймыз. Сақ адам, бұны айта беру керек. Егер сіздерге тестте келсе, осындай сұрақ, дыбыстау арқылы табасыздар. Сақ адам, айта береміз, сақ адам. Қ дыбысы ғ-ға айналып тұр. Демек, ол а дыбысының әсерінен артқа қарай жібереміз. Бұл бізде кейіндік ықпал. Сабағы, сабақ түбірі, оған тәуелдік жалғау жалғанып тұр. Сабағы тәуелдік жалғауының әсерінен ол ғ-ға айналып тұр. Демек, бұл да арттан келген ықпал болғандықтан кейіндік ықпал. Жауып, яғни жап және көсемшенің ып жинағы. Жабыпты біз жауып дедік, өйткені көсемшенің әсерінен. Тағы да кейіндік ықпал, Сонда бізде қалатыны адамның. Бұл жерде егер ілгеріндік ықпал қай жерде кездеседі деп түсінбей тұрған болсаңыздар, түбірмен қосымшаны ажыратамыз. Түбірі адам, қосымшасы ілік септігінің жалғауы. Яғни бұл жерде адам деген м дыбысына, яғни үнді м дыбысына аяқталғандықтан, оған жалғанатын септіктің жалғауы үндіден басталады. Ілік септігінің басқа да жалғаулары бар. Дың, дың деген секілді, тың, тің деген сияқты. Бірақ именно олар емес, мына жерде м үнді болғаны үшін оған біз н үндіні жалғаймыз. Келесі дұрыс жазылған сөз, енді бұл сұрақты өздеріңіз тауып аласыздар деп ойлаймын. Әрбір сөзде бір әріп артық кеткен, тысы нұсқасында бір әріпті тастап кеткен. Бұл енді өте оңай сұрақ. Ары қарай бізде тұйық буын кездесетін сөзі бар сөйлем дейді. Яғни тұйық буынды еске түсірейік. Біз айттық, дауысты дыбысқа басталады, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Сол буыны бар сөйлем дейді. Біріншіде тіл, жүйрік, емес, яғни бірыңғай бітеу, емес дегенде ғана ашық буын бар, шын, жүйрік, барлығы бітеу буыннан тұр. Сөз асылы, яғни бітеу, ашық, мақал, ашық, бітеу. Бұл жерде де жоқ. Туған жердің топырағы жұмсақ. Бұл жерде де бітеу мен ашықтан ғана тұрады. Тіл, буынсыз. Мына жерде буынсыз деген сөзде ын дауыстыға басталып, дауыссызға аяқталып тұр. Демек, бұл тұйық буын. Келесі сұрақта бірыңғай бітеу буыннан жасалған тұрақты тіркес дейді. Бізге тұрақты тіркестер берілген. Бірыңғай бітеу буын, яғни дауыстыдан басталады, дауыссыздан басталады, дауыссызға аяқталады, ортасында бір дауысты болу керек. А нұсқасында сыр, най, дай, сұң, қыл, дау. Яғни барлығы бірыңғай бітеу буыннан құралған. Келесі сұрақ өте оңай. О әрпін қажет ететін сөз, кез келген сөзге о әрпін қойып көру арқылы таба аламыз. Ары қарай бізде тек езулік дауысты дыбыстан құралған сөздер қатары. Яғни тек қана айтқан кезде сол дауыстыларды езуіміз артқа қарай кету керек. Кітап, киік, яғни бірінші нұсқада тұрған сөз. Бұл жердегі тесттің сұрақтары сіздерге оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл бізде бірнеше жыл бұрынғы ұбт-да келген тесттер. Қазіргі сұрақтардың күрделілік деңгейі бұған қарағанда күрделілеу деп ойлаймын. Сол себепті бұл сіздерге жай практика үшін. Қысаң дауыстыдан жасалған көнерген сөз. Яғни сұрақтың не сұрап тұрғанына біз мұқият қарау керекпіз. Бізге керегі көнерген сөз, әрі ішінде барлығы қысаң дауыстыдан жасалу керек. Қысаң дауысты қалай жасалады дедік? Ол бізде жақтың ашылуына қарай ашық қысаң деп бөлдік қой. Демек, оны дыбыстаған кезде біз жағымызды ашпай-ақ дыбыстай аламыз. Яғни отарба дегенде
А ашық, барымта дегенде А ашық, қорамсақ дегенде А ашық, старшын дегенде А ашық. Яғни барлық нұсқада А дыбысы бар, бұл ашық, сонда Д нұсқасы ғана қалады. Кейінді ықпал байқалатын сөйлем деген сұрақта кейінді ықпалды іздейміз, яғни артқа қарай. Өзінің алдында тұрған дыбысқа әсер беретін ықпал. Ол үшін тағы да біз оны дыбыстап көру керекпіз. Ардагер ағаларға құрмет көрсетті. Ардагер ағаларға құрмет көрсетті. Яғни бізде сұрақтың ішінде нақты берілмеген, сөйлемнің ол сөз бен сөздің арасындағы кейінді ықпал ма? Әлде сөздің ішінде түбір мен қосымшаның арасындағы кейінді ықпал ма? Оны сұрамаған, оны бізде көрсетпеген. Сол үшін барлығын дыбыстап көру керек. Бұл жерде ешқандай ықпал байқалмайтын сияқты, бірақ езу жимай күле берді. Бірақ езу жимай күле берді. Бұл жерде де байқалмайды. Өрістен қайтқан мал тоқ екен. Өрістен қайтқан мал тоқ екен. Көрдіңіздер, тоқ екен деген сөзде бір өзгерісті байқаймыз, тоқ екен. Демек, е дыбысы бізде қ дыбысын ға айналдырып тұр, Демек, е дыбысынан қ-ға қарай бізде сөз бен сөздің арасында кейінді ықпал екен. Келесі сөз аралығындағы ілгерінді ықпал, яғни сөз бен сөздің арасынан ілгерінді ықпалды табыңыздар деп тұр. Қыс арбаңды, жаз шанаңды даярла. Қыс арбаңды, жаз шанаңды даярла. Жаз шанаңды дегенде ш, з бізде шыға айналады, бірақ шының әсерінен біз айттық, ш дыбысы бізде с дыбысына, з дыбысына қарағанда дыбысталуы кішкене күштірек болып тұр. Бұл бізде ілгерінді емес, кейінді ықпал. Келесі, жердің сәні егін, ердің сәні білім. Бұл жерде ешқандай ықпал байқалмайды. Алакөз болатын ағайыннан сақтан. Алакөз. Яғни алакөз деген сөзде к-ны біз г дыбысына ауыстырып тұрмыз. Демек, ол а дыбысының әсерінен, яғни а дыбысынан к-ға қарай стрелка жіберсек, ол бізде ілгерінді ықпал болады. Ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал деген тақырыптарды түсіндіңіздер деген үміттемін. Дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталған екі буынды жіңішке сөздер қатары дейді. Яғни сөз екі-ақ буыннан құралу керек, дауыстыдан басталу керек, дауыссызға аяқталу керек. Сол үшін бірден дауысты дыбысқа аяқталған және дауыссыз дыбыстан басталатын сөз бар нұсқалардың бәрін алып тастаймыз. Ол бізде А нұсқасы, С нұсқасы, Е нұсқасы, Ф нұсқасы, G, H нұсқаларын бірден алып тастаймыз. Сонда бізде қалатыны есеп әркім және ілім, білім деген екі вариант. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалы сөздер. Біз бағана буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды жазып шықтық. Сол қосымшаларды жатқа біліп жүрсеңіздер тіпті жақсы. Осы жерден бірден сол қосымшадағы сөздерді таба саламыз. Дүние қор, өсім тау. Не болмаса ішіндегі дауысты дыбыстарға қараймыз. Олардың өзі аралас келу керек. Яғни жіңішке және жуан болу. Сонымен бізде бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.